Сәлем достар. Бүгін біз көпшілікті мазалайтын, бірақ жиі еленбейтін маңызды тақырыпты қозғаймыз. Кеш ұйықтап, ерте тұру мүмкін бе? Және дұрыс ұйқы режимінің құпиясы неде? Сіз де түнде ұйықтай алмай, таңертең тұра алмай қиналасыз ба? Немесе тағы 5 минут жата тұрайын деп, жұмысқа кешігіп жүрсіз бе? Ендеше бүгінгі видео дәл сізге арналған. Достар, қазақ тілді аудиторияның көлемін ұлғайту үшін бізде бір кірпіштей үлес қосып жатырмыз. Каналымызда тек пайдалы ақпараттар болғандықтан достарыңызбен жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Алдымен каналымызға тіркеліп лайк басып, комментарийге қызықты ойларыңызды жазыңыз. Ендеше жалғастырайық. Бірінші бөлім: ұйқының табиғи биологиясы. Адам ағзасы циркадтық ритм деп аталатын табиғи биологиялық ырғаққа бағынады. Бұл ырғақ шамамен 24 сағатқа созылады, және ұйықтау мен ояну уақытын реттейді. Қарапайым тілмен айтқанда, сіздің ішкі сағатыңыз бар. Бұл сағат күн жарығына тәуелді жұмыс істейді. Таңертең жарық түскен кезде мелатонин деген ұйқы гормоны тежеледі, ал кешке қарай қараңғылықта ол қайта бөлінеді де, ағза ұйқыға дайындалады. Кеш ұйықтап, ерте тұру мүмкін бе? Қысқаша жауап: иә, бірақ қиын. Негізінде, ұйқының сапасы мен ұзақтығы сіздің физикалық және психикалық жағдайыңызға тікелей әсер етеді. Орта есеппен ересек адамға тәулігіне 7-8 сағат ұйқы қажет. Егер сіз түнгі 2-де ұйықтап, таңғы 6-да тұрсаңыз, бұл тек 4 сағат қана. Бұл жеткіліксіз. Ағзада стресстік гормондар көбейіп, көңіл күйіңіз төмендейді, ми дұрыс жұмыс істемей қалады. Ал кеш ұйықтап, соған қарамастан ерте тұруды тұрақты әдетке айналдыру үшін не істеу керек? Дұрыс ұйқы режимінің құпиялары. Күнделікті бір уақытта тұрыңыз. Иә, тіпті демалыс күндері де. Бұл сіздің ішкі сағатты реттейді. Ұйқыға дейінгі 1-2 сағатта экранға қарамаңыз. Телефон, ноутбук, теледидар бәрі мелатониннің бөлінуін тежейді. Экран жарығы миыңызды күн әлі батпаған сияқты деп алдайды. Кофеин мен ауыр тағамдардан аулақ болыңыз. Кешкі ас жеңіл болсын, ал кофені күндізгі сағат 2-ден кейін ішпеген жөн. Ұйқыдан 1 сағат бұрын тыныштандыратын әрекет жасаңыз. Кітап оқу, жылы душ, тыныс алу жаттығулары, йога миды босаңсытады. Ұйқы орныңыз жайлы болсын. Бөлмеңіз салқын, тыныш және қараңғы болсын. Матрас пен жастықта ыңғайлы болуы тиіс. Ұйқы жетіспеушілігінің салдары. Ұйқыны құрбан етіп ерте тұру, денсаулыққа зиян. Ұйқы жетіспесе, мынандай қиындықтар туындайды. Есте сақтау қабілеті төмендейді. Көңіл күй нашарлайды. Иммунитет әлсірейді. Артық салмақ жиналады. Жүрек пен қан қысымы мәселелері пайда болады. Жұмыста өнімділік күрт төмендейді. Ұзақ мерзімді ұйқысыздық тіпті қант диабеті, инсульт, инфарктқа дейін апаруы мүмкін. Ертемен тұрудың пайдасы. Ал енді ерте тұрудың артықшылықтарына тоқталайық. Таңғы тыныштықта жұмыс істеу тиімді. Ми сергек әрі жаңа ақпаратты тез қабылдайды. Күнді жоспарлау оңай болады. Спортпен айналысуға уақыт табасыз. Жаңа істерге мотивация артады. Бірақ бұл бәрі тек жеткілікті және сапалы ұйқы болса ғана мүмкін екенін ұмытпаңыз. Ұйқы режимін біртіндеп өзгерту жолы. Егер сіз кеш ұйықтап, енді ерте тұруды қаласаңыз, мына тәсілді қолданыңыз. Ұйықтайтын уақытты күн сайын 15 минутқа ерте жылжытыңыз. Таңертеңгі уақытта күн жарығын міндетті түрде көріңіз. Ұйқы уақытын күнделікке жазып бақылаңыз. Ұйқы мен ояну уақытын 2-3 апта тұрақты ұстаныңыз. Бірден емес, біртіндеп өзгертіңіз, ағза бейімделуі қажет. Қорытынды. Кеш ұйықтап, ерте тұру ағзаға салмақ түсіретін әдет. Егер ерте тұру қажет болса, ұйқыға да ертерек жатып, күн тәртібіңізді қайта қарастырыңыз. Сіздің физикалық және психикалық денсаулығыңыз дұрыс ұйқыдан басталады. Ұйқыны дұрыстау, өмірді дұрыстау. Көрермен жиі қоятын сұрақтар. Мысалы, сұрақ 1. Егер ұйқыға ерте жатып, бірақ ұйықтай алмасам ше? Жауап: мұндай жағдайда тыныс алу жаттығуын жасап көріңіз. 4-7-8 әдісі жақсы көмектеседі. 4 секунд тыныс алыңыз, 7 секунд ұстап тұрыңыз, 8 секундта ақырын шығарыңыз. Сұрақ 2. Кешке спортпен айналыссам, ұйқым қашады ма?
Жауап: иә, түнге қарай белсенді жаттығу жасасаңыз, адреналин деңгейі көтеріліп, ұйқыңыз қашуы мүмкін. Сондықтан спортпен таңертең немесе кешкі ертерек уақытта айналысқаныңыз дұрыс. Сұрақ 3: мелатонин дәрісін ішуге бола ма? Жауап: иә, бірақ тек дәрігердің кеңесімен. Бұл табиғи гормон болса да, ұзақ уақыт қолдану ағзада өз мелатонинін шығаруды тежейді. Статистика және қызықты деректермен толықтыру. Мысалы, ғалымдардың зерттеуінше, ұйқысы жақсы адамдардың өнімділігі 20-30%-дан жоғары. Тек бір түн дұрыс ұйықтамасаңыз, ик деңгейіңіз 5-10 пунктке төмендеуі мүмкін. Apple, Google, Nike сияқты компаниялар қызметкерлерінің ұйқы сапасын арттыру үшін арнайы демалу бөлмелері мен ұйқы капсулаларын қолданады. Ұйқының фазалары. Терең ұйқы неге маңызды? Біз ұйықтап жатқанда ағзамыз біртекті демалып жатпайды. Ұйқы фазаларға бөлінеді. Жеңіл ұйқы, терең ұйқы, жылдам көз қозғалыс фазасы, REM фаза. Әр цикл шамамен 90 минут болады, және түн ішінде 4-6 рет қайталанады. Терең ұйқы фазасы бұл кезде ағза жасушаларды қалпына келтіреді. Бұлшық еттер мен органдар демалады. Өсу гормондары бөлінеді. Иммунитет күшейеді. Ал REM фазасында ми белсенді жұмыс істейді. Армандар көреміз, жад пен эмоциялар өңделеді. Бұл шығармашылық пен есте сақтау қабілетіне тікелей әсер ететін кезең. Егер сіз 4-5 сағат қана ұйықтасаңыз, бұл фазалар толық өтіп үлгермейді. Демек, сіздің ағзаңыз да, миыңыз да толық демалмайды. Осы себептен таңертең тұрған кезде шаршау мен ашушаңдық болады. Қосымша кеңес: ұйқыны жақсартуға арналған қарапайым 3 әдіс. Күнделікті 10-15 минут серуендеңіз. Ашық ауа мен күн сәулесі сіздің ұйқы гормондарыңызды реттейді. Ұйқыға дейін ақ шу тыңдаңыз. Табиғаттың дыбыстары, жаңбыр, су ағыны миды тыныштандырады. Күн ішінде 1-2 рет көзді жұмып тынығу. Бұл power nap деп аталады. 10-20 минуттық тынығу энергияны арттырады, бірақ түнгі ұйқыға кедергі келтірмейді. Тақырыпқа сай мини-тарихи немесе мәдени ақпарат. Мысалы, байырғы қазақ өмірінде ұйқының тәртібі қалай болған? Ата-бабаларымыз күнмен бірге тұрып, күн батқан соң ұйықтайтын болған. Олар ерте тұрған еркектің ырысы артық деген. Себебі күннің табиғи ритміне сай өмір сүру денсаулықтың кілті деп санаған. Көрерменге арналған мотивациялық үндеу. Мысалы, досым, сен таңғы 5-те тұратын адам бола аласың. Ол үшін керемет адам болудың қажеті жоқ. Тек тәртіппен ниет керек. Ұйқыны реттеу арқылы өміріңнің сапасын түбегейлі өзгертесің. Бүгін ұйқы режиміңді реттеп, өзіңе сергек болашақ сыйла. Ұйқыны жақсартатын пайдалы әдеттер тізімі. Топ 5. Ұйқы журналын жүргізу. Ұйқыға 1 сағат қалғанда телефонды сөндіру. Бөлмені желдетіп таза ауада ұйықтау. Қараңғы перде қолдану. Тұрақты уақытпен ұйықтап тұру. Осы кеңестер сізге пайдалы болды ма? Пікірге жазыңыз. Ұйқыңызды дұрыстау арқылы өмір сапасын өзгертуге бүгіннен кірісіңіз. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып кетіңіз. Алда әлі де пайдалы тақырыптар болады.